Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті Агропромтрейд 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі лауазымды тұлғаларына және Қостанай облысының бірқатар ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне қатысты субсидиялар түріндегі бюджетті қақша қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі аяқтады. 2021 жылғы ақпанында Агропромтрейд 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қостанай облысының ауыл шаруашылық тауар өндірушілері басшылармен және лауазымды тұлғалармен субсидияланатын картоп тұқымды сатып алу, сату шарттарын жасасты. Кейін көрсетілген шарттар негізінде Қостанай облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасына Агропромтрейд 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне картоп тұқымын сатып алу кезінде шығындарды өтеуге тиесілі субсидияларды төлеу туралы өтінімдер берілді. Жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында іс жүзінде ауыл шаруашылығы тауар өнімдері директері Агропромтрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен картоп тұқымын ешқашан сатып алмағаны және өсірумен айналыспағаны анықталды. Сонымен қатар кейбір жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері жұмыс істемейтін шаруашылықтар болып, ал шаруа қожалықтары тек бидай жинаумен айналысқан. Өз электронды цифрлы қолтаңба ұсынғаны және сатып алу сату шарттарын бекіткен үшін айыпталушылар ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне түрлі сомада сыйақы беруге уәде берген, бірақ субсидияларды алғаннан кейін 1,5 миллион теңге сомасындағы сыйақыны тек бір шаруа қожалығының басшысы алған. Жоғарыда көрсетілген фактілер бойынша 2021 жылғы маусым-шілде кезінде мемлекетке 96 миллион теңге мөлшерінде келтірілген жалпы анықталған залалмен 5 қылмыстық іс қозғалды. Сотпен Агропромтрейд 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауда кінәлі деп танылып, ол үшін 6 жыл мерзімге коммерциялық және мемлекеттік ұйымдарда материалдық жауапты және басшы лауазымдарды атқаруға байланысты қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы түрінде тағайындалды. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу орташа қауіпсіз қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде тағайындалды.